Результат 3 мамыр қараймыз. Баяғыда мысалы осындай уақыттарда бізде уже су келіп, балық аулап, сазан жеп атады. Мынау деген болмаған жағдай енді ағайындар. Қазір бұны түсіріп аламыз. Болмаған жағдай дегенде қалай? Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын ағайындар. Bir жағынан ойлап қараңыз. Бұл қай мемлекетте өмір сүріп жатырық. Bir жағынан мынаны көрсетейін деп сіздерге. Қазір сөйткенде дайын тұрған зат нәрсе ғой. Бірақ біреулер ойламауы мүмкін ғой. Мә деп қалай? Осылай ма деп міне. Көрдіңіз ба? Солаймен дұрыс болады, солаймен тұрады, солаймен. Міне, ал жаңағы вермишелім, қараңыз. Жаңағы вермишел ғой мысалы. Міне. Солаймен тұр ғой, міне. Морковы бар ішінде. Приправасы бар, бәрі бар. Енді көрсетейін дегенім, айтайын дегенім қазір. Көзім мен екенімді көрсетіп қойайын. Мына ағайынды мен мында, мысалы мына үйді сатам ағайындар. 18 миллион. Срочно ағайындар. Жер, мемлекет. Мен басында 2019 ба 2020-да білмеймін, бізде мына үлкен бұрынғы шайтан мұз қазір өзгерді ғой. Үлкен мұз болды ғой. Сонда үлкен мұз салып болғаннан кейін айтқанмын. Мына сапасы төмен салды, және су жайлы мына Ахметбек Нұрислам, Алмасбек Садырбек солардан сұрағам. Даму деген ақша алатын болды ғой сол кезде. Ой, ешкім жауап берген жоқ. Кеше жайлап біреуден сұрастырғам, сол Ахметбек Нұрислам әлі жауап берген жоқ, бірақ кеше оқыпты, Смайыл мақалама не басыпты, лайк басыпты. Келім, достар, қалай болып шықты дегендерге ғой. Келім, достар, балықты қара. Қазір өзім сұғымын көрсетейін, жеп атып. Міне, қараңыздар. Аппалы бәттей балай. Вот солай, достар. Осындай міне. Осындай қазан сатып алыңдар. Сол үшін ғой мен көрсетіп отқаным. Болды, все. Қазір ыдысқа салып алам. Ыдысын жуып келейін, мынаны үйге апарайын. Мамаға жеуге болмайды, мамаға берейін десем. Так, мынаны бүйтіп саламыз. Ыдыстарды апарамыз да, ананы жуып аламыз.